О, Хакнеп, мына Акерген қандай сұлу болып өсіп келеді. Қазір-ақ сахнаға шығарсаң да, жарнамаға түсірсең де жарасқандай екен деп, Мәлике әже қызына қатысты мақтауды жиі еститін. Өзі де көркемдігіне тәнті болатын, бірақ кейде таныстардың сөзіне іштей ренжіп қалатын. Қызымды тым көп мақтап, көз тигізіп қоймаса егеді деп, іштей дұға етіп қоятын. Алайда көз тимеді. Акерке тек сыртқы келбетімен ғана емес, мінезімен де жанға жайлы, көркем болды. Ол бала кезінен еркелеуді білмейтін қанағатшыл жан еді. Олар әрқашан қарапайым өмір сүрді, өйткені әкесі аурушаң болып, ерте дүниеден озды. Акерке мектепті бітіргенде әкесі қайтыс болып, анасы жалғыз басты қалды. Сондықтан оны ерекше еркелетуге мүмкіндіктері болмады. Акерке ешқашан артық нәрсе талап етпеді. Ата-анам не әперсе, соған шүкір дейтін. Оқуы орташа болды, бірақ ол ақымақтықтан емес, табиғатынан болатын. Ол бәрінде бірдей мінсіз болуы міндетті емес екенін түсінетін. Ата-анасы да одан артық талап етпеді. Тездетіп оқуды бітіріп жұмысқа кірсем екен, деді ол, әкесі қайтыс болғаннан кейін анасына. Саған көмектесуім керек. Менің оқуымның нәтижесі сол болар, деп жауапкершілікті сезінді. Соңғы кездері Мәлике әжейдің денсаулығы сыр беріп, бұрынғыдай ауыр жұмыс істей алмайтын болды. Анасы қызының кемінде колледж бітіргенін қаласа да, қаржылы жағдайлары қиын еді. Акерке аспаздық училищесін бітіріп, Дастарқан атты танымал дәмханаға жұмысқа орналасты. Анасы қызының сұлулығына қарап, жай ғана аспаздың көмекшісі болғаны несі, деп тыйналатын. Бірақ қыз бала кезінен тамақ пісіруді жақсы көретін, әсіресе бауырсақ пен бәліш пісіруге шебер еді. Акерке анасын жұбатып: «Анашым, уайымдамаңыз, бәріміз бірдей артист не модель болмаймыз ғой. Біреулерге дәмді ас әзірлеу де керек емес пе? Біздің дәмхана жай ғана орын емес, сыйлы мекеме. Бізді газеттерде де мақтап жазады», дейтін. Бұл рас еді. Олардың дәмханасы Ақбұлақ қалашығында өте танымал болатын, ал Акерке әрдайым жұрт көзінде жүретін. Келушілердің көпшілігі оның сұлулығына таңдай қағатын. Десе де Акерке ешкіммен жақындасуға асықпады. Танысуда өте талғампаз еді. Алайда Алиханды көрген бойда оның жүрегінің түкпірінде бір сезім оянды. Жігіттің де оған алғашқы кезден көзі түсіп, жұмыстан шығар кезін күтіп тұрды. Осылайша таныстықтары басталды. Акерке бұл жігіттің өз теңі екенін жүрегімен сезді. Алихан иманды, ұятты қыздар армандайтын азаматтардың бірі еді. Ол Акеркеге өте сыпайы, мейірімді, имандылық шеңберінде қарады. Екеуінің арасындағы қарым-қатынас өте таза болды. «Шіркін, сен менің адал жарым болсаң ғой», деді Алихан бірде шынайы сезіммен. «Бірақ біз әлі толық таныс емеспіз. Мен саған міндетті түрде үйлену туралы ұсыныс жасаймын. Бәрі шариғат жолымен, салтымызбен болады. Тек біраз уақыт өтсін. Қазір бір-бірімізді жақынырақ танып алайық. Анаммен де таныстырам келеді. Сен де мені өз анаммен таныстыр», деді. Бұл оның ниетінің өте салмақты екенін көрсетті. Акерке келісті. Демалыс күні ол Алиханның үйіне аттанды. Қатты толқыды. Болашақ енесіне ұнаймын ба деп уайымдады. Алихан оны тыныштандырды. «Уайымдама. Анама сен туралы көп айтқанмын. Ол сені сыртыңнан ұнатып қалды. Көресім, сені өте қуанышпен қарсы алады». Залиха апай келінін өте жылы қабылдап, Акерке өзін сол үйдің адамындай сезінді. Ол өзін ең жақсы қырынан көрсеткісі келіп, жалқау емес, еңбекқор келін екенін аңғартуға тырысты. Сондықтан Залиха апаймен бірге ас үйге кіріп, көмектесуді ұсынды. «Ой, айналайын», деді апай күлімсіреп. «Сен қонақсың, бәрі дайын ғой. Тек кешір, бәліш пісіруге үлгермедім. Ойымды жинақтап, қай түрін жасасам екен деп біраз ойланып қалдым. Жылдар бойы жиналған рецепт өте көп. Қайсысын таңдарымды білмей қиналдым», деп ренжі сөйледі. «Онда рұқсат етсеңіз, мен пісіріп берейін», деп Акерке қуана жауап қатты. «Менің бір ерекше рецептім бар. Отбасылық құпиямыз десем де болады. Анам үйреткен. Тез әрі өте дәмді шығады. Сізге ұнайды деп сенемін», деді Акерке. «Жарайды, ерінбейтін болсаң, кірісе ғой», деп жылы жымиған Залиха апай ақжапқышты ұсынды. Акерке іске кірісті.
Зылиха апай келінінің іс-қимылына, әрбір қозғалысына қызыға қарап отырды. Бірақ уақыт өткен сайын таңданысы үдей түсті. Тандырдан алтын түстес хош иісті бәл шыққанда, апайдың көзі шарасынан шыға жаздады. «Бұл рецептті қайдан білесің?» деп сұрады ол таңырқап. Бұл рецептті Зылиха апайдан басқа ешкім білмеу керек еді. Оны анасы өз қолымен ойлап тауып, тек өз қызына ғана аманаттаған болатын. Ал мұнда бөгде бір қыз оны дәлме-дәл еш қатесі жасап шықты. Ақерке сабырлы түрде: «Анам үйреткен. Айтып тұрмын ғой, біздің әулеттік дәстүрлі тағамымыз деп. Біз оны әр мейрам сайын жасаймыз» деді. Зылиха апай сұрақты төтесінен қойды. «Анаң кім? Аты кім? Қай жерде тұрады?» Ақерке таңа қасада анасының Мәлике екенін және мекен жайын айтты. «Білесің бе, анаңмен танысқым келіп тұр», деді Зылиха апай толқынысын жасыруға тырысып. «Міндетті түрде танысасыз. Әлихан да соны қалап жүр. Жақын арада сіздерді қонаққа шақырамыз», деді Ақерке. Зылиха апай кешті күтіп отырмай, балаларына ештеңе айтпастан Мәликеге өз бетімен баруды ұйғарды. Ол Ақеркенің жоқ кезін тауып, Мәликенің үйіне келді. Мәлике құдағиының келуін қызының тойы туралы сөйлесуге келген шығар деп ойлады. Алайда Әлиханның анасы тіпті басқа жайында сөз қозғады. «Ақерке біздің үйде сол бәлішті пісірді. Бірақ түсінесіз бе, бұл рецепті тек менің анам ғана білетін. Мен басқа ешкімнің оны пісіре алмайтынына сенімдедім. Қызымыз оны өз анасынан үйрендім дейді. Бұл қалай?» Мәлике сасып қалды. Соңында шындықты жаюға мәжбүр болды. Олардың ата-аналары көп жыл бұрын Мәлике кішкентай кезінде ажырасып кеткен екен. Анасымен соңғы рет кездескенде ол өзінің жазбалары бар дәптерін табыс етіпті. Деректерді салыстыра келе, екі әйелдің өздерінің бір әке, бір анадан тараған туған әпкелі сіңлілі екенін түсінді. Яғни, Әлихан мен Ақерке жақын туыстар. Олардың некелесуіне шариғат бойынша тыйым салынады. Зылиха апай батыл шешім қабылдады. «Бүгін кешке ұлыммен сөйлесемін. Олар қоштасуы керек. Сенбейсің бе, қызым маған қатты ұнады. Әлиханға одан артық жар таба алмаспын деп те ойлағам. Құдайым-ай, бұл қызым үшін қандай соққы болар екен? Ол оны қатты жақсы көреді ғой», деп жылады Мәлике. Сол кеште ол ұлына бар шындықты жайып салды. Әлихан қатты күйзелді. «Үрейленбе балам. Сен Ақеркеге әйел ретінде емес, қанындағы туыстық сезіммен тартылдың. Бұл қан тартуы. Онымен туыс ретінде араласарсыңдар, бірақ отау құруға болмайды», деді анасы. «Жоқ қана, мен оны әйелім ретінде көрдім. Енді онымен қалай туыс ретінде араласамын?» деді Әлихан көзіне жас алып. Ол Ақеркеге ештеңені түсіндірмей тек: «Біз енді кездесе алмаймыз» деді. Ақерке себебін сұрап жылағанда Әлихан: «Анама қатысы жоқ» деп іштей қайғырып қала берді. «Сен оған ұнадың, бірақ мен өзім екеуміздің жараспайтынымызды түсіндім. Осымен әңгіме тәмам болды». Ақерке көз жасына ерік беріп үйге келді. «Анашым, мен ештеңе түсінбеймін. Әлихан екеуміздің екі айырылатынымызды айтты. Ал мен оны сондай жақсы көремін ғой. Мен оның анасына ұнамай қалған сияқпын. Бірақ оның маған деген ықыласы жақсы еді ғой. Адамдарда осыншама екі жүзді бола ма деп таңырқады бойжеткен. «Жоқ құлыным, олар жақсы адамдар. Мәселе сендердің бірге бола алмайтындарында. Оның себебі өте үлкен». Мәлике қызына өзінің туған әпкесімен анықтаған шындықтың бәрін баяндап берді. Ақеркенің төбе шашы тік тұрды. Ол енді бұл қарым-қатынастың жалғасуына ешқандай үміт жоқ екенін ұқты. Сондықтан онымен туыстық қатынас орнатуды да қаламады. Бұл оған тым ауыр тиер еді. Оның көңіліне медеу болғаны, Әлихан екеуінің шариғат шеңберіне шықпай, күнәға батпай, бір-біріне жақындаспағаны ғана еді. «Мұңайма қызым. Алла бұйыртса, әлі-ақ өз бағыңды табасың» деп жұбатты Мәлике. Ақерке де анасының сөзіне сенді. Дегенмен үзілген үміттің ащы зардабы оның жүрегін әлі ұзақ уақыт сыздатып жүрді. Әлихан да қатты қайғырды. Бірақ тағдырдың жазуына не шара? Осыдан кейін ол өзіне баяғыдан бері назарын аударып жүрген Асылзат есімді қызға көңіл бөле бастады.
Ол Ақеркеге мүлде ұқсамайтын. Мәселе оның көркінің кем түсіп жатқандығында ғана емес еді. Сұрықсыз сымбатымен қоса оның мінезі де өте ауыр болатын. Асылзат бай отбасында дүниеге келген, шеттен тыс ерке өскен. Қалаған нәрсесінің бәріне қол жеткізе аламын және маған ешкім қарсы шыға алмайды деп санайтын. Ол Әлиханды ғашық болғандықтан емес, жай ғана қалағандықтан өзіне қарапқысы келген еді. Ал жігіт болса, оның орнына әлде бір аспаз қызға көңіл бөлді. Бұл өркөкіректікке оның төзімі жетпеді. Енді міне, жігіт Ақеркемен қоштасты. Бұл Асылзат үшін нағыз жеңіс болуы керек еді. Әрине, ол Ақеркенің өзінен әлде қайда сұлу екенін мойындамасқа амалы жоқты. Дегенмен, Әлихан оны тастап, енді өзімен кездесіп жүргені бұл байдың қызының тәкаппарлығын көкке бірақ көтерді. Алайда жеңіске жетіп қуанудың орнына Асылзат жеңілген қызды қорлай бастады. Бәлкім, Ақерке қанша ауыртпалық көрсе де, сол баяғы таза да сұлу қалпында қалғаннан шығар. Ал Асылзат ешқашан ондай әдемі бола алмас еді. Әрине, бұл оған ауыр тиді. Сондықтан Асылзат өзіне қарсылас болудан қалған қыздың намысына тиюге тырысып бақты. Ол Әлиханға да тыным бермей, Ақеркемен не үшін айырылысқанын үнемі қазбалай беретін. Бұл қалай кенеттен бола қалды? Деп сұрайтын ол. Ол менен жақсырақ сияқты еді ғой. Жігіт оның не ойлағанын түсінбей. Тыңдашы Асылзат, бәлкім бұл туралы мүлдем сөйлеспейтін шығармыз. Иә, кездестім. Сен де біреумен кездескен шығарсың. Ал қазір біз біргеміз ғой, деп құтылатын. Ол қанша қаласа да шындықты айта алмайтын еді. Өйткені анасы оған қатаң тыйым салған болатын. Бұл екі әулетті де жұрт алдында масқара етуі мүмкін еді. Әлихан анасының тілін алып, берген уәдесін бұзуды ойламады. Ал Асылзат болса, соңынан қалмай, енді жігіттің өзін де келеке ете бастады. Бәлкім, сен оны емес, ол сені тастап кеткен шығар. Неге олай болмасқа, күйеу жігіттің түрі келіспейді деп шешкен шығар. Немесе өзіне байрақ біреуді тауып алды ма? Білесің бе, оныкі бір жағынан дұрыста шығар. Ол Ақеркенің де ізінен қалмады. Басында қыздың телефон нөмірін тауып алып, Әлиханмен айырылысқанын келеке етіп, қоңырау шалатынды шығарды. Ал кейіннен Ақерке оны тыңдауды қойып, қоңырауларын өшіретін болғанда, көшеде аңдып жүріп, түрлі былапыт ауыр сөздер айтуға көшті. Ақерке Асылзаттың не себепті өзіне тиісе беретінін түсіп еді. Бірақ қолдан келер қайраны болмады. Ал анау болса, Ақеркеге әлі де талай бәле жасай аламын деп ойлады. Ақырында бір күні оның жұмысына келіп, зұлымдықпен мазақтай бастады. Өтінемін, мені тыныш қойшы, жұмыс істеп жатқанымды көріп тұрсың ғой, деді шынымен қолы босамай жатқан Ақерке ашуланып. Оның әңгімелесуге мүлдем уақыты жоқ еді. Асылзаттың кетпейтінін түсінген соң, ол күзетшіні шақырды. Бұрқанған Асылзат бөтелкедегі суды Ақеркеге шашып жіберді. Ол жай ғана газдалған минералды су болатын. Әрине, одан ешқандай зиян келмес еді. Бірақ өкінішке орай су қайнап тұрған майы бар табаға тамды. Май пышырлап, оның бірнеше үлкен тамшысы Ақеркенің тура бетіне шашырады. Асындағы әріптестері дереу жедел жәрдем шақырды. Бойжеткенді ауруханаға алып кетті. Жағдайы ауыр болғандықтан бірден жансақтау бөліміне жатқызылды. Ақеркенің халі нашарлай берді. Дене қызуы көтеріліп, есінен танып қалды. Асылзат үшін бұл оқиға жазасыз қалды. Ол сол жерден тайып тұрды. Алайда Әлихан болған жайды естіп үлгерді. Асылзат одан ештеңені жасырмады. Мұны естіген Зылиха апайдың төбе құйқасы шымырлады. Осы бір өткен өміріміздің кесірінен бейкүнә қыз осыншама азап шекті-ау. Шын мәнінде біздің туысқандығымызды жасырудың еш қажеті жоқ еді. Мүмкін бұл туыстықтың қайдан шыққанын, тіпті шынымен туыспыз ба жоқ па, соны анықтап алсақ беді. Өйткені өзінің туған сіңлім деп жүрген Мәликеге деген ешқандай бауырлық сезімді де, жақындықты да сезбейтінмін, деп ойлады ол. Зылиха апай тәуекелге бел буып, Мәликені ДНК сараптамасын жасауға көндірді. Шындықтың беті ашылса, олардың неліктен ажырап кеткендерінің де себебін білуге болар еді. Сараптама нәтижесі барлығын өз орнына қойды. Олар мүлдем туыс емес болып шықты.
Сонда ақерке еш жазығы жоқ жерден осы шама азап шеккен болды ғой, деп күрсінді Зылиха апай өкінішпен. Енді оны емдету үшін ең мықты дәрігерді табуымыз керек. Ал Асылзат болса, жазадан құтылып кеткеніне мәз болып, ақеркенің бұрынғы сұлулығынан айрылғанын бетіне басып, Әлиханды мазақ етуін қоймады. Міне, әлемдегі сұлулардың біреуі азайды, деді ол менсінбей. Неге мұндай жауыздық жасадың? Біз онсыз да бірге емес пе едік? Енді сенің істегеніңнен кейін мен өзіме қажеттіні жасаймын, деді жігіт ашынып. Ол оқиғадан кейін Асылзатқа деген қызығушылығын біржола жоғалтты. Ал ақерке өмірге деген ынтасын жоғалтты. Бетіндегі тыртықтар мәңгілікке қалады деп сенген ол терең депрессияға түсті. Емделуден бас тартты. Сауығып кетуге деген ешбір әрекет жасамады. Анасының да, дәрігерлердің де үгіті еш нәтиже бермеді. Ақерке, мойынсұнбашы деп жалындады анасы. Өзімді осылай жоғалту қандай қорқынышты. Анашым, мен бәрінен айырылдым. Ең бастысы сұлу жүзімнен айырылдым деп жылады ол. Дәрігерлер кеңесе келе пластикалық ота жасаудың қажеті жоқ деп шешті. Мұны естіген ақерке мүлдем үмітін үзді. Тіпті Әлиханмен туыс емес екендерін, енді бірге бола алатындарын білгенде де бұл оны бұрынғыдай қуандыра алмады. Оның жанына Зылиха апай келіп, осыншама қайғыға себепкер болған қателік үшін кешірім сұрады. Қызым, сендер Әлихан екеуің туыс емессіңдер, деді ол. Енді не пайда? Біз бірге бола алмаймыз. Оның қазір қалыңдығы бар. Ол менің бар байлығымды, жүзімді тартып алды, деді ақерке мұңайып. Сол кезде дастархан дәмханасының меңгерушісі оқиғаны естіп қатты қамықты. Ақеркеде ақ көңіл, адал қыздың бұлай жапа шеккеніне жол болсын деп, барлық таныстарын қосып, ең танымал пластикалық хирургты тапты. Мақсат Мұхитлы, бар үмітіміз өзімізде. Қанша қаражат керек болса да жинап береміз, тек қызымызды емдеп беріміз, деді ол жалынышты үнмен. Бұл дәрігердің қызметі өте қымбат болатын, бірақ ақеркеге бақ қонды. Мақсат Мұхитлы қызды көргенде сасып қалды да, отаға ақалмайтынын айтты. Оның себебі өте қарапайым еді. Ақерке марқұм хирургтың көп уақыт бұрын жол апатынан қаза тапқан қалыңдығына айнымай ұқсайтын еді. Мен саған кепілдік беремін, бәрі де жақсы болады, сен қайтадан бұрынғыдай сұлу боласың, деді ол. Хирург сөзінде тұрды. Отадан кейінгі таңғыштарды шешкенде, ақерке айнадан өзінің бұрынғы дидарын көрді. Бетінде күйік іздерінен түк те қалмаған еді. Таңғаларлығы сол, Асылзат ауруханаға келіпті, бірақ кешірім сұрау үшін емес. Ол ақеркенің жазылып келе жатқанын естіп, көзімен көруге келген еді. Тағы да жағымсыз сөздерін қаша боратпақ болды. Не болды? Бет аузыңды түзетіп алдың ба? Қуануға асықпа, әлі-ақ жарылып кетпесін, деп бастағанда, ақерке ешкімге жалтақтамай дабыл түймесін басып, күзетшілерді шақырды. Асылзаттың былапыт сөздері ақеркенің жанына енді мүлдем батпайтын болды. Оның өмірінде басқаша, маңызды өзгерістер басталған еді. Мақсат мен ақеркенің қарым-қатынасы дәрігер мен науқас шеңберінен әлде қашан шығып кеткен болатын. Жас хирург тек ақеркенің марқұм қалыңдығына ұқсастығына ғана емес, оның ішкі жан дүниесіне, мінезіне ғашық болды. Ақыры ол ақеркеге өз сезімін ақтарыла айтты. Ол өз жүрегін ауыртқан тағы бір сырды бөлісті. Динара екеуміз шаңырақ көтергелі жатқанда ол жүкті болатын. Біз егіздерді күткен едік. Сол кезде мен тағдыр жазса, жетім қалған егіздерді асырап аламын деп уәде бергенмін. Бұған қалай қарайсың? Жетім балаға бақыт сыйлаудан артық қандай сауапты іс бар, деді ақерке жымиып. Мақсат, ақеркенің жүрегіндегі мейірімді сол сәтте-ақ сезді. Көп ұзамай олар неке қидырып, өздерінің болашақ перзенттерін іздеуге кірісті. Алла оларға жар болып, перзентханалардың бірмен ата-анасыз қалған жаңа туған егіздерді ұл мен қызды тапты. Бұл игі іс халықтың назарынан тыс қалмады. Газеттерге олардың кеңпейілділігі туралы жазылды. Сол мақаланы оқыған сән агенттігінің иелері ақеркенің келбетіне назар аударып, оған бұрын түсіне де кірмеген жұмыс ұсынды.
Осылайша Акерке көп ұзамай танымал модельге айналды. Әрине, осы оқиғалардан кейін Зылиха апайға немесе асыл затқа деген өкпе-реніштері де будай тарап ұмытылды. Өйткені дәл сол адамдардың кесірінен болған оқиғалар тізбегі оны өз бақытына, жарына және балаларына бастап алып келген еді. Тағдырдың жазуымен адам өзіне берілген сынақтан сабақ алып, ақырында шын бақытқа қол жеткізді.